Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы ақпараттарда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен Берік Имашев мырза, яғни Назарбаевтың құдасы, орталық сайлау комитетінің басшылығы лауазымынан кеткен болатын. Оның орнына Нұрлан Әбдіров мырза тағайындалды. Бұл тағайындау парламент таратылып, қайта сайлау өтеді деген сыбысқа түрткі болған көрінеді. Билік өзгеріп, жаңа Қазақстан құрамыз деп ұран көтеріп отырған кезде парламенттің де жаңаруы орынды болар. Бұл жөнінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Тазабек Сәмбетбай былай деген болатын: ЖСДП мұны ең өзекті мәселе ретінде жіті бақылап отырмыз. Жаңа ел болып жатырмыз, жаңа басқарушы жүйе орнады. Сондықтан бірінші кезекте жаңа парламент қажет деп білемін. Лоялды мәжіліс керек. Қорғам тарапынан да бұған сұраныс бар. Кешегі көшеге шыққан халықтың да бір талабы осы. Қазіргі басқару жүйесі де жаңа заң шығарушы органға зәру. Тұңғыш президентке қатысты заңдарды, конституциялық нормаларды өзгертіп, жаңа конституциялық заңдарды қабылдауға бүгінгі парламент қауқарсыз әрі құлықсыз. Олар бұрынғы биліктің мүддесін қорғап келген лоббист депутаттар. Сайлау комиссиясына жаңа төрағаның тағайындалуы қоғамға берілген белгі. Біздің болжамымыз бойынша сәуір айында парламент сайлауы күні жарияланады. 2 ай бұрын жариялануы тиіс болғандықтан ақпан айында ресми түрде айтылуы ғажап емес. Өз тарапымыздан мәжіліс сайлауына дайындалып жатырмыз. Түрлі тараптармен жаңа формада жұмыс істеу тәсілдерін қарастырып жатырмыз деген болатын ЖСДП партиясының жетекшісі. Ал белгілі саясаткер Дос Көшім ағамыз парламенттің жаңаруы кезек күттірмейтін мәселе екендігін айтады. Бұл жерде екі мәселе бар. Тоқаевтың шынымен үлкен өзгеріс жасап, жаңа Қазақстан құрамын деген шешімі болса, парламенттің таралуы сөзсіз. Ал егер парламент тарамаса, сөз күйінде қалғаны, өйткені бұл парламентпен жаңа өзгеріс жасау мүмкін емес. Дәл осындай жағдайға алып келген осы парламент қабылдаған заңдар, осы парламентпен бірге Нұр Отанда тараса, тіптен жақсы болар еді. Екеуі де қайтадан құрылса, нұр үстіне нұр. Сондықтан парламенттің жаңаруы кезек күттірмейтін мәселе деп білемін, дейді Дос Көшім ағамыз. Ал сіз дәл осы айтылған пікірге келісесіз бе? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.